Бүгін Шығармашылық академиясында робототехникадан үлкен жарыс атты облыстық ашық чемпионат өтті. Жарыста қалалық, облыстық мектептерден және колледждерден барлығы 158 оқушы бақ сынады. Қатысушылар 10-19 жас аралығындағылар. Шараның мақсаты оқушылар арасында робототехникалық бағытты танымал ету, білім алушылардың практикалық ойлау және техникамен жұмыс істеу дағдыларын дамытып, талантты жастарды анықтау. Жарысқа үміткерлер жеке және команда болып қатыса алады. Команда жетекші мен оқушыдан тұрады. Аталған чемпионатта жарыстың 3 түрі өтеді. Олар слалом, жарыс және драг-рейсинг. Мұндай чемпионат әр ай сайын Ақтөбе облысының білім басқармасы, Өрлеу акционерлік қоғамы, Казроботикс республикалық қоғамдық бірлестігі, қалалық техникалық шығармашылық орталығы және шығармашылық академиясының ұйымдастыруымен өткізіледі. Бүгінгі жарыста әр номинация бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған жеңімпаздарға дипломдары табысталып, қатысушыларға сертификаттар беріледі. Ақбота Мұхамбетәлі, Алексей Уразов, Тәулік.